Саламатсыздар ма? Урал сервис технологиялық колледжінің 11 оқыту шебері Гумерова Ақмарал Ержанқызы. Қазіргі таңда біздің модульдік бағдарлама бойынша оқитын тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының 24 топ студенттері қашықтық оқуда білім алып жатыр. Саламатсыздар ма? 24 топ студенттері. Сабағымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесіне назар аударамыз. Егер де азық-түлік тағамдарыңызды, тағы да керек жарақтарыңызды дүкенге шығатын болсаңыздар, міндетті түрде аузыңызға маска киіп, бетперде киіп, қолыңызға перчатка киіп шығуыңызды сұралады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз тәтті тағамдар мен сусындар. Бүгін біздер сіздермен компот, жаңа жеміс-жидектерден дайындалған компот дайындаймыз. Компоттың құрамын қолыңыздағы дәм рәсіміне қарап, мен сіздерге қазір жіберемін. Сол дәм рәсіміне қарап дайындаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Тақырыпты жазып алған болсақ, ары қарай мен онда жалғастырамын. Апельсин мен мандариннен дайындаймыз бүгін біздер компот. Бізге қажет апельсин, мандарин, қант және де лимон қышқылы. Лимон қышқылының бізде 4 түрлері болады. Бұның барлығы да магия востока, царская приправа, болмаса магия вкуса деген барлығы да қолжетімді, арзан. Екінші компотымыз алмадан болады. Құрамына біздерде кіреді алма, лимон, қант, су. Бүгін сіздермен алмадан компот дайындаймыз. Яғни жаңа алмадан біздер өңдеп, екіге бөліп, біздер бөлікшелерге тураймыз. Алмамызды өңдегеннен кейін міндетті түрде тақтайға тураймыз. Саусақтарымызды жинақы бөлікшелерге турап қоямыз. Тақтайсыз турауға болмайды. Алмаларымызды бөлікшелеп турағаннан кейін үстіне лимон қышқылы қосылған салқын суды құямыз. Себебі пісірмес бұрын бұлар қарайып кетпес үшін. Одан бұрын біздер қайнап жатқан ыстық суға біздер лимон қышқылын және қантты саламыз. Салғаннан кейін қайнатамыз. Қайнап жатқан ыстық суға алмаларымызды, дайын алмаға дайындалған өңделген алмаларымызды алып, 6-8 минут пісіріп аламыз. Яғни сиропқа саламыз. Сиропты қалай дайындайды? Қайнап жатқан ыстық суға қант, лимон қышқылын салып, 10 минут қайнатады. Сүзіп алып, дайын алмаларымызды саламыз. 6-8 минут баяу отта қайнатамыз. Салқындатып ұсынады. Бұл қант. Лимон, қант салып қайнатамыз. Қайнап жатқан суға алмамызды саламыз. Салып, астындағы отын баяулатамыз. 6-8 минут пісіреміз. Біздер сіздермен апельсин мен мандариннен компот дайындаймыз. Расын алмаған болсаңыздар, барлығында осындай көкөніс жейтін болар. Көкөніс жейтінен мұқияттап бізге қажет цедрасы болғасын қайнап аламыз. Себебі біздерге қабығы қажет болмайды. Апельсиндерді дөңгелекшелеп тураймыз. Цедрамызды тураймыз. Яғни цедраның екі жағында ақ қабық болмау керек. Осыны біздер сабаншалап турып
жатқан суымызға лимон қышқылын қосып қайнатамыз. Сырымызды қайнатамыз. Лимон қышқылы, қант, су, сыры. Апельсиндерді дөңгелекшелеп тураймыз. Біздің сироп дайын болды. Суды сүзіп алдық. Енді біз оны дайын апельсин мен мандарин үстіне құямыз. Дәмін көрейік. Тәтті. Тәтті ме? Біздің сусынымыз дайын. Енді суытамыз.